Еділ Зарина жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Қырғызстандық Еділ Зарина жайлы Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында ешкім күтпеген тосын мәлімдеме жасады. Еділ өз сөзінде Мисс байқауына қатысып жатқан Заринаны қолдайтынын жеткізді. Еділ парақшасында барша көрермендер мен қырғыз еліне Заринаны қолдауға шақырды. Сондай-ақ қосылайық тікелей эфирінің уақытын жазып алып, барша көрерменнен Заринаға дауыс беруді сұрады. Ол барлық қолдаушылардан Заринаны қолдауды сұрады. Осы Еділдің атышулы мәлімдемесінен кейін желі қолданушылары жарыса жазды. Зарина сені күтуден шаршады, тіпті барлық үміткерлерді сен үшін қайтарып жіберді. Тез әрекет етпесең, Мөлдір мен Айсұлтанның таныстығы біткенде Заринаны Айсұлтан тартып алады деді. Сонымен қатар тағы бір көрермен Еділдің Заринамен емес, бір болайықтағы ботамен жарасатынын айтты. Бірақ бір шындық бар, Еділ мен Заринаның арасында романтикалық қарым-қатынас бар екені барша көрерменге аян. Себебі Заринада, Еділде бір-бірімен романтикалық қарым-қатынастарын әлеуметтік желілерде күнделікті тікелей эфирі арқылы білдіруде. Өткен жылдың қыркүйегінен бері олар бірге сөйлесіп стрим жүргізеді. Тіпті Зарина мен Еділдің қолдаушылары олардың суреттерінен түрлі видеолар түсіріп жатыр. Мұндай комплимент екі жұпқа ұнау керек, олар ерекше видеосын парақшаларына жариялаудан жалықпайтын. Соңғы кездері Еділдің Заринаға деген сезімі артқан. Соңғы эфирде Зарина Айсұлтанды Мөлдірден қызғанып қалған болатын. Бүгін Еділ Заринаны Айсұлтаннан қатты қызғанып парақшасында Заринамен қарым-қатынасы туралы шындықты айтты. Еділ Зарина үшін қосылайық эфиріне келе ме? Келмей ме әзірге белгісіз. Бірақ олардың арасындағы жылы қарым-қатынас махаббат сезіміне жақын қалды.